Ауланың көлемі 7 сотық. Мына жағының бәрі алма, шие, өрік, даладағы су. Асфальт пен бетон араласып төселген. Мына жақта навес машина тұратын. 4 машина тұрса болады. Бұлай. Мына жерде яма. Даланың душы. Даланың туалеті. Қойма даладағы. Баня. Баня істейді. Мына жағын бәрі бос. Үй салам десеңіз, орын бар. Үй мына ауланың шетінде орналасқан. Үйдің көлемі 85 квадрат. Мына жерден қиылысып бітеді. Мына жерден. Крыша металлочерепица. Терезесі пластикалық. Туалеті. Душевый. Есігі тегі есік. Киінілетіні и коридор. Төбесі натяжной потолок. Потолоктың биіктігі 3 метр. Натяжной потолок. 9 квадрат. Пол. Парабойы алюминиевый. Терезесі пластик. Обоймен обойланған. Есігіміз арка. Жүрген кезде бірінші залды көрсетейін сіздерге. Сол 2,5 метр биіктігі. Натяжной потолок. Парабойы чугунный. Терезесі пластикалық. Обойланған. Полы ағаш пол. Екі жағында 2 терезесі бар. Парабойы чугунный. Газовое отопление. Енді мына жақты көрсетейін сіздерге. Бұлай солға қарай бұрылайық. Бұлай кірген кезде оңға, залдан солға қарай. Спальня. Биіктігі 2,7. Парабойы чугунный. Бұл да обойланған. Есігі ағаш есік. Бұлай коридордан солға бұрылған кезде тағы бір спальня бар. 2 терезесімен жарық. Барлығы обойланған. Биіктігі 2,7. 2,8. Парабойы бұның чугунный. Терезесі пластикалық. Есіктің ауласына қарайды. Екі жағда. Мына жақта встроенный шкаф тұр. Есігі ағаш есік. Полы бетон, линолеум.